Шекер мен жұмыртқаны ең алдымен араластырып аламыз. Одан соң кішкене араластырсаңыздар жеткілікті. Одан соң бөлме температурасындағы сливочный майымызды салып, одан соң сүтімізді құйдық. Одан соң 2 ас қасық балымызды салып араластырып, қайнап тұрған буға қойып жылытып аламыз. Одан соң нан содасы мен уксусты араластырып салып, одан үкіштен өткізілген ұн қосып араластырып, оны холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң қамырды алып, өзіңіз қалаған бөлшектерге бөлсеңіз болады. Мен 9 бөлшекке бөлдім. Жақсы әдемі бөлшектер шықты менде. Осылай кішкене ұн жақсаңыздар жеткілікті, көп ұн қажет емес. Бөлшектері тең болғаны дұрыс. Осылай бөліп алдым. Дөңгелектерге дөңгелетіп алып, содан соң жұмысымды әрі қарай бастадым. Ұнды көп қосып жібермеңіздер қамырға. Сол кезде жақсы болып шығады. Жұмсақ болу керек қамыр. Осылай қойып алдық. Тез ыстық кезінде осылай формасын келтіріп кесіп аламыз. Бұлай кесіп алмасаңыздар, суып қалғаннан кейін қатты болып қалады қамыр. Енді біз креміне кірістік. Креміне ең алғашқымен жұмыртқамен қантты араластырып алып, содан соң крахмал қостым. Содан қайнап тұрған сүтке араластырып, осылай крем пайда болды менде. Шықты, араластырып тұрамыз 3 минуттай. Осылай салқын ыдысқа салып, бетін күлеңкімен жауып қоюымыз керек. Сол кезде жақсы шығады крем. Енді креміміз суыды, қамырымыз суыды. Енді біз торттың формасын келтіреміз. Осылай әр бөлшекке 2-2 қасықтан салсаңыз жеткілікті. Енді мен осылай әшекейледім жиектерін. Өзіңіз барлық шетін осылай ұнтақтармен жауып қойсаңыз да болады. Өзіңізге қалаған формада келтіріп алсаңыз болады. Мен дайын осылай шоколадтарды қойып шықтым. Менде осындай торт пайда болды.